Ассаламуалейкум достар. Міне бүгін тауықтарды далаға шығардық. Осы өзінің местасына шығардық. Жәлде үйде жүгерісін бердік. Тамақтарын беріп болдық. Енді болар өздері суын бердік. Міне су ішіп жатыр. Тауық қораны бір қатар жинап шықтық. Шыққан шөп сондайларды мына жерге төктім. Міне тауық қора. Кеше болар 5 жұмыртқа туды. Бүгін қазталыққа 2 жұмыртқа туып тұр. 2-3 жұмыртқа. Міне. Мына жақта жоқ. Мына жақта. Жұмыртқасы міне осындай болады. Енді туып бастап жатыр ғой олар енді. Не қылса күніне бір 7-8 жұмыртқадан туып бастаса, уже инкубационный жұмыртқа заказ қабылдап бастаймын. Міне су ішіп жатыр. Міне тауық қораздар. Жақсы жағдайлар, жақсы, ауру жоқ, Құдайға шүкір. Осы 19 общий қоразды қосқанда 19. 17 тауық, 2 қораз. Кешеде рябушканы тамақтарына қосып бердім. Үйде жүгерін бір сулап, боларға кішкентай қасықта 2-3-тен қосып араластырып бердім. Енді соны беруді тоқтатпаймын. Таусылғанша бере берем. Уже боларға уже тас қатты жұмыртқаны қаттыласатын жұмыртқаның сыртын сондай беру керек. Өйткені болар міне тас жеп жатыр. Әлде болмаса осы тасты да жесе бола береді. Менікі мына жер полный митюшок. Осы жерде тас бәрі бар. Осын жейді. Міне жұмыс істеп тұр. Мына ешек ұстап. Қораздар жұмыс істеп жатыр. Мына қораз қызғанады. Өзі бірақ көп баспайды. Основной мына қораз көп басады. Бірақ мына басатқан кезде мынау не қылмайды. Тастанады бір кездер жақын жерде тұрса. Бірақ бүйтіп ұрсып кетпейді. Өйткені болар бір жерден алынғандан кейін үйтіп ұрсып кетпейді, қатты ұрыспайды. Сәл былай не қылады, тисе жәлдегідей қылады, болды, қатты ұрыспайды. Бір жерден алынған. Менің ойымша мынандай дәу қораз керек емес. Мынау шлей дәу тауықтарға. Мынау нормальный. Өйткені тез шығып кетеді тауықтың үстіне. Мына шығуы қиын. Бұл шлей дәу болғаннан кейін шығуы қиын. Бұл кішкентай нелерге шығып жүр. Мынау тез шығады. Осы қазір міне тауықтар су ішіп жатыр. Бүгін жаңалықтар осы. Алдыңғы уақытта видеоларды шығарам. Не қылса даладан көк шөптері өсіп жатыр. Жай сәсеттеріміздің ауылысына өсіп жатыр көк шөп. Сәл бір тағы 5 аптадан кейін оларға көк шөпті беретін боламын жұлып әкеп. Өйткені біздің ауылға әлі өспеді. Көк шөп су онша не қылып жатқан жоқ, су беріліп жатқан жоқ. Жерге сондықтан өспей жатыр. Міне үстіп талдың астында жүрсе, олар да жақсы. Енді мен мына талдың артына шығарғам кешеде видео қойғам онда. Енді бүгін күн сәл салқын, жаңбыр жауады деген. Бірақ ертеңнен бастап уже күн ыстық болып кетеді. 18 градусқа шейін барады деп тұр енді. 18 градусқа шейін барса, Құдай қаласа, міне. Онша шыға алмайды, міне достар, көргендеріңіздей. Олар онша шыға алмайды тауықтың үстіне.
Олар жұмыс істеп бастап жатыр. Тауықтың үстінен айтқан шыға алмайды дұрыс. Дәу болғандықтан. Мынау жаңа көрдіңіздер, тез шығып кетті тауықтың үстіне секіріп. Мынау үйтіп шыға алмады. Әлде мына жерге тақалып қалды ма? Әне мына уже тауықтар өзі. Барлығыңызға осындай тауықтар берсін. Өзі келетін. Өзі кеп жататын тауықтар берсін барлығыңызға. Өзі келді, отырды. Анағыда осындай тауықтар берсін. Олар енді жұмыртқа туып атқаннан кейін енді өздері үстіп келеді. Өздері келіп отырады үстіп. Міне қазірдің өзінде 3 тауықты басты. Әне 4-шісі кетті. Ана бастырмады. Ешек ана бастырмай жатыр. Қораздар жақсы жұмыс істеп тұр екеуі де. Бірақ мына қораз басайын деп атқанда мына бастырмай жатыр. Ол үшін маған үлкен жер керек. Үлкен жер болса, мына қораз ар жақта жүргенде мына қораз баса береді. Құдай қаласа ендігі жыл 2 қораз алам, бірақ екеуі де жақсы басатын, біреуі басып атқанда біреуі тиіспейтін сондай қораз іздеп көрем. Енді мына басып атқанда мына тиісіп жатыр, мына басып атқанда мына тиісіп жатыр қазір. Қазір тағы да басады. Негізі мына жерде, мысалы, бір қораз мына жерде жүрсе, бір қораз мына жерде жүрсе, баса береді болар. Мына екеуі де баса береді. Просто екеуінің арасы кішкентай болып тұр қазір. Бір метр кішкентай жақын жүр. Басып атқан кезде сразу келіп қалып жатыр. Ал мына жерде жүрсе, уже барам деген жерін басып бітіреді. Сондықтан осындай жерге шығардық. Мына ішінде вообще баса алмайды. Мына ең үлкен қораз ғана басады. Міне тауық қораның ішін жинап шықтым. Бұл не? Бай. Мына есігі ана аяқта тұр. Мына әкеп қоям кел. Бүгінге осы. Сау болыңыздар.